Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен синнабоны дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен опара дайындап аламыз. Жылы сүтке қантты қосып араластырып аламыз. Бөлек ыдыста ұнға құрғақ ашытқыны салып, оған сүттің 4-3 бөлігін құйып араластырамыз. Одан кейін бұл қоспаны сүттің қалған бөлігіне қосып, бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Опараның бетін жауып, 30 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамыр дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаға тұз, қант қосып араластырамыз. Одан кейін дайындап алған опарамызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Бөлме температурасындағы май және ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр басында осындай жабысқақ болады, ол кезде ұн қосудың қажеті жоқ, себебі 2-3 минут илегеннен кейін қамыр өз қалпына келеді, яғни қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Ал егер ұнды көп қосып қойсаңыз, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан нормадан тыс қосудың қажеті жоқ. Қамырдың бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1,5 сағаттан кейін алып, оны жая беруге болады. Бұл жерде де ұнды көп қосудың қажеті жоқ, кішкене ғана сеуіп, соның үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Менің қамырымның ұзындығы 45 см, ені 35 см алып жайдым. Одан кейін бетіне жұмсақ сары майды жағып шығамыз. Бөлек ыдыста қант пен корицаны араластырып аламыз және оны қамырдың бетіне сеуіп шығамыз. Одан кейін қамырымыздың төменгі жағынан бастап, рулет қылып орап шығамыз. Осылай жіппен бөліктерге бөліп аламыз. Қамырдың шығып тұрған бөлігін осылай ішіне кіргізіп жібереміз және дайын синнабондарымызды 40 минутқа қалдырамыз. 40 минуттан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Сол уақытта крем дайындайтын боламыз. Ол үшін творожный сыр, сахарный пудра және сүт үшеуін қосып араластырамыз. Мен сонымен қатар 2 ас қасық сметана қосып жібердім. Олай істесе де болады, өте дәмді шығады. Ыстық синнабондардың бетіне осылай кремімізді жағып шығамыз. Осылай жағып болған соң кішкене сіңгенін күтеміз, одан кейін дастарханға ұсына беруге болады. Жасап көріңіздер және баршаңызға ас болсын.